Кайырлы күн әріптестер. Басталғалы отырған оқу жылымыз, көптен күткен оқу жылымыз құтты болсын. Ұстаздық еңбектеріңізге береке тілеймін. Ең бастысы отбасыларыңыз, туған туыс, барларыңыз аман, бауырларыңыз бүтін болсын. Бүгінгі менің тақырыбым орыс сыныбындағы қазақ тілінен ғылыми жоба жаздырудың алгоритмі. Осыған байланысты мен екі сұрақ қойып қойдым мына жерге. Ғылыми жоба деген не? Және ол не үшін керек? Бұл негізі сіздерге бағытталған сұрақ, аудиториямен жұмыс байланыс болу мақсатында. Бірақ енді сіздер ар жақта ютубтың ар жағында отырғандықтан микрофон қоса алмайсыздар, бірақ чатқа осы сұрақтың жауабын жазып қойсаңыздар осы жерге. Жалпы сұрақтарыңыз болса да осы чатқа жазып отырсаңыздар, артынан жинақтап жауап береміз. Ал мен қазір TEDx форматында өзім сұрақ қойып, өзім жауап беріп сөйлей берейін сіздерге. Енді ғылыми жоба деген не? Бұл қандайда бір өнім, білесіздер. Енді мұғалімде сұрақ туады. Мен ғалым емеспін, мен қалай ғылыми жоба жаздырам? Сіздер білесіздер, Олимпиаданың чемпионының бапкерлері 99% жағдайда өзі чемпион болмайды. Бірақ ол баланың потенциалын біледі, алдындағы шәкіртінің, тәрбиеленушісінің, және оған бағыт береді, ол жолды біледі, көрсетеді. Және оған былайша айтқанда не үшін керек? Жаңағы бір өнімнің, процестің, жобаның пайда болуына себепші боласыздар. Енді біз ғылыми жоба жаздыру үшін не істеуіміз керек? Біз не істеуіміз керек? Осы төңірегінде қазір мен сұрақтарға тоқталып өтемін. Ең бірінші, сізде, мұғалімде және оқушыда не жазатынын білу керек. Осыдан қиналасыздар, өте мұғалімдер көп қиналады. Екінші, тақырып таңдаудан қиналады. Жаңағы айтамыз ғой, мысалы, ғылыми жоба дегеніміз қоғамға қатысты, ол қоғамға керек дүние болу керек дегеннен шығады. Мысалы, кәрістің жасаған кір машинасын қалада отырған адамнан бастап, қыстақта отырған адамның өзі су тартқызып пайдаланады. Әлемдегі бүкіл адам пайдаланады. Яғни қажеттілік деген осы. Енді біз ойлаймыз, тілде оның қандай қажеттілік бар деп тақырыптан қиналасыз. Осыған тоқталамын. Одан кейін құрылысы, бұған енді көп тоқталмаймын, бұл кәдімгі инструкция ғой. Одан кейін практикалық жұмыс жүргізу, яғни жұмыстың қалай жүзеге асуы және оқушының қорғауы, яғни жеткізу жолдарына тоқталамын. Сонымен не жазатынын білу. Не жазатынын білу. Ең бірінші, балада ақпараттық тәбет болады. Осыған байланысты баланың бейінін бақылаймыз біз. Мен осы үшеуін байланыстырып өтейін. Баланың бейінін, білесіздер ғой, кейбір балалар бір көбелектерге қатысты, биологияның бірдеңелерін қарап жүреді. Кейбір балалар ғарышқа қатысты өз бетімен бір кітаптар сатып алғызып оқып, сіз білесіз бе деп бір ақпараттарды айтып отыр. Бұл кәдімгі баланың ақпараттық тәбетінің барлығы. Осыны біз қанағаттандыруымыз керек. Ол үшін міндетті түрде бір ғылыми еңбектерді оқытып қою емес, баланың жасына байланысты. Мүмкін ол кинолар бола ма, шағын бір әңгімелер бола ма, мысалы, әңгіме болғанда бір оқиғалар деп айтайықшы. Енді келесі бейінді бақылау. Бейінді бақылау дегеніміз баланың бейіні жаңағы не қатысты, оны сіздер жақсы білесіздер. Енді олимпиадаға, болмаса оқуларға бейіні бар баланы ғана аласыздар ғой. Бірақ та біздің мұғалімдердің бір қателесетіні ата-анаға қараймыз көп жағдайда. Осының ата-анасының қызығушылығы бар деп. Ол бала мен ата-ана бірдей болмайды ғой. Немесе ата-анасының әлеуметтік жағдайына қараймыз. Бір жағынан енді ол баланы бір жерге, жаңағы сіздің жобаға байланысты апарып келу, мүмкін қалаға, архивке, бір жерге, тағы да ауылды бір жерге апарып келу деген жағынан көмектесер, бірақ та ол бала мен ата-ананың мүмкіндігі, бейіні бірдей болмайды. Оны ескеруіміз керек. Сондықтан біз қателесіп жатамыз. Біз бұл жерде ананың басындағы, әкенің басындағы тәж емес, баланың басындағы тәжді тануымыз керек қой, көрінбей тұрған тәжді көріп, баланың көзіндегі отты жағуымыз керек. Ол үшін біздің жұмысымыз смарт мақсатқа негізделу керек, былайша айтқанда. Егер сіздің жұмысыңыз нақты, тақырыбыңыз нақты, жасалатын жұмысыңыз нақты болса, ол қандай да бір өлшемлі болатын болса, ол қолжетімді, яғни жаңағы бір өнім жүзеге асып қандай да бір уақыттың арасында орындалатындай болса, мақсаттың шеңберінде, онда сіз жұмысыңыз нәтижеге асады. Енді келесі тақырыпты таңдау. Тақырыпты таңдауда тағы да қиналатындарыңыз, ол жерде біз көбіне өзіміз тақырып таңдап кетеміз. Содан кейін өзіміз тақырып таңдап кеткеннен кейін бала жаңағы қалың орманға
ене алмай қалады, тісі батпай қалады. Себебі ол тақырып қалай, мысалы қазақ тілінің тақырыптарын интернеттен сіз ғылыми жоба жазайыншы осы бір деп ашсаңыз, қандай тақырыптар тұрады? Етістіктің рай категориясының бірдеңе ерекшеліктерін ана тақырыпты оқып болғанша өзіңіз ұмытып қаласыз, не сұрап тұрған. Сосын әрине сіз шошисыз, ол қалың орманнан бала түгіл. Енді қараңыз, бұл тақырыптар қоғамға қатысты болу керек. Бұл тақырып 20 ғасырдағы қоғамның тақырыбы. Яғни қазақ тілінің грамматикалық патшалығын, оның тіл байлығының қалай жасалу ерекшелігін ашып таныту керек болды. Оны ахаңдар жасады, оны Рабиға апаларымыз жасады, қаншама ғалымдар жасады. Бұлардың ғалымдардың ашқан дәлелдеген жаңалықтарының барлығын абай жолымен әуезов дәлелдеп берді. Қазақ қалай сөзді шебер қолданды. Мен одан артық тағы да қазақ тілін ары қарай дамытып, тереңдеп, қалай деп айтсам, бір ереже іздегенше бүгінгі қоғамның үнімен сөйлеу керек деп ойлаймын. Ол кешегі 20 ғасырдың үні болған. Енді бүгінгі қоғамда қандай үн бар? Оған қазір келемін. Енді тағы бір айтып кетермін, бұл жерде тақырып өзекті болу керек. Оны сіздер жақсы білесіздер, өзекті болу керек. Өзекті дегеніміз, яғни жаңағы қоғамға қажетті тақырып. Қоғамға не қажет? Мен оны қазір айтамын. Тағы бір айтарым, ғалымдармен байланыс болу керек, міндетті түрде. Ғалымдармен байланыс не үшін керек? Себебі ол кісілер бұл сфераны жақсы білгендіктен, сондықтан да ол кісілер сіздерге бағыт береді, кемшін тұсыңызды толықтырудың жолын көрсетеді, артық кетіп бара жатқаныңызды кесіп береді деген сияқты. Енді ғалым, ауылда отырмын, бізде ғалым жоқ деген емес, қазір онлайн дегенге үйрендік қой біз. Инстаграм деген нәрсе бар, фейсбук деген нәрсе бар, жеке парақшасына шығара аласыз. Сіз сол ғалымға егер осындай сол сала төңірегінде жаңағы өзекті тақырыпты айта алсаңыз, ол әрине сізге көмектеседі, мен көмектеспейді деп ойламаймын. Енді қоғамға қажетті қандай тақырып? Өздеріңіз ойлаңыздаршы, қоғамға жаңағы тұйық етістіктің бір немесе қалау райының жасалу жолдарының бірдеңе дегеннен ол қоғамға қажетті ме? Ол қалыптасып, фундаментін бастап қалыптасып, сарай салынып кеткен дүние ғой. Оны қайтадан қопарудың керегі жоқ. Оны қопарып жаңалықты қайдан іздейсіз сіз? Енді бұл жерде қоғамда, бүгінгі қоғамда тақырып ол не? Қазақ тілін үйрену деген өзекті тақырып. Қазақ тілін қоғам үйренгісі келмей емес, үйренгісі келеді, бірақ үйрететін жолдар жоқтың қасы. Түсінесіз бе? Түсінесіз бе? Енді қараңыз, қазір сіз мысалы ағылшын тілінің ғылыми жобаларының интернеттен ашып көріңізші, ол толып тұрған приложениялар. Мысалы қазір курсқа ағылшын тілінен барудан бөлек өз бетіңмен ағылшынша үйрен деген курстар бар. Оның бәрі жаңағы приложениялар. Түсінесіз бе? Тюбиіңіз өз приложение, басқа да. Ағылшын сіз оған кіру арқылы, оны пайдалану арқылы өз бетіңізбен ағылшынша үйренесіз. Яғни ол сізді жетелей отырады. Яғни қазақ тілінің де осындай приложениялар керек деп ойлаймын, мен әріптестерім. Яғни мысалы ол анау жаңағы абай жолындағы 22.000 сөздің бәрін қамту мүмкін емес. Мысалы тілді үйретіп тастау бір приложениеде де мүмкін емес. Тек қана бір ғана бөлшегі деп алайықшы. Мысалы қазақша сөйлемді дұрыс құрастыру. Қинала ма орыс тілді? Қиналады. Орыс сыныбының баласы қинала ма? Қиналады. Қоғамға қажет пе? Қажет. Қараңызшы, сонда мысалы приложениеңіз ашылып, білесіздер ғой, ақпараттық коммуникативті технологияны балалар бізден бірнеше есе жоғары біледі. Сіз осыған ол балаға осылай бағыт берсеңіз, оны жасайды. Мысалы сөйлемдегі қарапайым сөздерді таратып тастап, оны дұрыс құрау, мысалы дұрыс құрамаса тып деп сөз кетіп қалады артынан. Мысалы дұрыс құраған кезде түсі өзгереді деген сияқты. Ол жапалақтайды деген сияқты. Адам жұмыс жасау арқылы. Одан кейін оның екінші күрделенген түрі уже сөйлемді құрағаннан кейін соңғы сөзді, әрбір сөзді басқанда ереже шықса, мысалы. Соңғы сөзді басқалды. Мысалы, менің арманым ғарышкер болуды басқалған кезде қазақ тілінде баяндаушы сөйлем соңында тұрады. Ол уже жаңағы тереңірек бағыт береді. Көрдіңіз бе? Осындай сияқты. Немесе жаңағы синонимдар приложениесі. Синоним, амоним дегеніміз баланың тіл байлығын дамытатын ереже ғой. Мысалы, ол міндетті түрде синоним емес, мүмкін мысалы әдеби көркем сөйлеу үшін арналған бір приложение, сөздердің баламасы. Мысалы, қазақ елі деген сөз, Қазақстан жері деген сөзді әрбір орыс класының әрбір баласы біледі. Қазақстан жері дегенді айтылады. Енді қараңызшы, оған баламасын көркем сөздің мысалы басқан кезде әр жағынан Алаш елі, Сарыарқа мекені деген сияқты
балама болатын көркем сөздер шықса. Ол біреуің болмаса екеуің болмасын жаттап ары қарай пайдаланады ғой. Қолданысқа түсу деген осы. Жаңағы мақсатымызда біздің сіздер. Түсінесіздер ме? Немесе мақалдардың өзі мысалы 101 мақал дайын тұр, тақырыппен. Соны приложенияларға енгізу. Тақырып бойынша мысалы мақалды іздейді ғой олар. Сосын ол мақалды мысалы жай ғана сөйлемдеп қоймай, қандай да бір анимациямен, мультипликациялық анимациямен, оның кейіпкерлерімен оның мақалдың мазмұнын түсіндіріп қоятын бір қызықты приложениялар жасау. Түсінесіздер ме? Жаңағы тұрақты сөз тіркестерін, мысалы орысша тұрақты сөз тіркестерін тізіп қойыңыздар, алфавиттік ретпен ба, енді қалай, енді фантазияға байланысты. Сонда мысалы басып қойған кезде, соны мысалы куй железо пока не горячо дейді, соны басып қойған кезде темірді қызған кезінде соқ. Уже білгісі келеді. Сол ол өзі тұрақты сөзді пайдалану үшін ол бірінші өзінің орысша жақсы білетін аударғысы келеді ғой. Сіз сонда көмек бересіз. Немесе жаңағы оның міндетті түрде солай калька дейді ғой, дәл солай аударылмайтындығына бағыт беретін екінші күрделенген ережесін бересіз. Мысалы, не пускал руки дегенді басып қойғанда беті қайтпады. Балалар бізде қателеседі ғой. Ол қолын түсірмеді деп жазып қояды біздің балалар. Қазақстанның өзі солай жазып қояды. Көрдіңіз бе? Соны руки не опускал ма, соны басып қалса, ар жағынан беті қайтпады деген сөз шығады. Бір жаңағы тағы да бір анимациямен бе? Осындай менің ұсынысым. Қалай қарайсыздар, әріптестер? Тақырыпты қоғамның қажеттілігіне байланысты жасасақ, яғни бүгінгі негізгі өзекті тақырып ол қазақ тілін үйрену болып тұр ғой қоғамға. Келесі практикалық жұмыс. Практикалық жұмыста ғылыми жобада что приветствуется? Ол макет жасау. Енді макет деген жаңа приложениялар ғой. Сіз компьютерден тарсалап, мына кнопканы басқанда мынау шыға келеді, мына анимация осылай сөйлеп жүріп барып мультипликацияны келтіресіз. Ол макет. Немесе сіз жаңағы настольный игры дейді ғой, сол қандай да бір тастардың жүріп бару арқылы жаңағы бір мақалдың ашылуына осындай. Мен бағыт беріп отырмын сіздерге. Түсінесіздер ме? Келесі ғылыми жобаны жобасы бар ма енді оның жұмысы? Соны баланың өзіне жаздыруға, немесе бірге жазуға хотя бы тырысуымыз керек. Сонда ғана ол жаңағы қажетті дүние болып шығады. Оны сіздің балада түсінеді. Ол үшін баланы ең бірінші қарапайым эссе жаздыру үйрету. Эссе жаздыру дегеніміз аргументті дұрыс қолдану, оны талдай алу, анализ, жинақтай алу, синтез, баға бере алу. Осы дүниеге үйренген бала ойын жинақтап ғылыми жобаны сараптама жасайды, былайша айтқанда. Түсінесіздер ме? Одан кейін тағы да бір практикалық жұмыста талдау жасағаннан кейін диаграммаларды көрсету. Диаграммаларды көрдіңіздер. Осы диаграммаларда мысалы ол не дейді шығар? Сауалнамалар жүргізу, соның нәтижесін көрсету, қандай да бір ақпараттарды салыстыру ма, осындай диаграммаларды тақырыпқа сай көрсетіп отырсаңыздар, бұл плюс болады. Менің сіздерге ұсынысым. Енді келесі құрылысын білу. Құрылысын әрине міндетті түрде білуіміз керек, бұған тоқталмаймын, себебі бұл кәдімгі өзінің инструкциясы болады, зерде болсын, 8 бен 11-дік болсын, бірақ менің айтарым 100% осыны орындау керек. Time New Roman 14 деді ма, мына жерге шрифт былай деді ма, оң жағынан 2 сантиметр, сол жағынан 3 сантиметр, оны 100% орындау керек. Біз істемейміз. Пайдаланған әдебиетті тік жақша, солардың бәрін көрсетуіміз керек. Себебі бұған ерекше қарайды. Біздің ғалымдар тексереді оған жұмысымызда. Бұлар кей кезде біз ренжіп жатамыз, тақырыбы керемет еді, сол қандай да бір оформлениесіне байланысты төмендетіп тастады. Бір жағынан оны да түсіну керек. Енді біз өзіміз жасап жүрген жұмыс болмағандықтан, ол талабы, тәртібі. Тәртіп, талап, әрбір дүниенің талабы, тәртібі бар ғой. Соның шеңберінде жұмыс жасау. Тек қана айтарым, бұрылуға болмайды. Қалай айтты, солай жазды деу. Соған баланы да қалыптастырасыздар, өзіңіз де қалыптастырасыздар. Біз ең соңғы күні оқимыз инструкциясын. Соны тарсылдатып ананы жөндеу көрсетеміз. Басынан бастап осымен жұмыс жасасаңыздар, бұл 50% жұмысты білдіреді, осы құрылысы негізінен байқаған. Көбі соған тоқталады. Пайдаланған әдебиеті болсын, ғалымның өзінің рекомендациясын оқысаңыздар, осындай дүниені көп қозғайды. Келесі, енді соңғы айтарым, ол жұмысты қорғау. Жұмысты қорғау дегеніміз защита, презентациямен бала барады. Енді бұл жерде сіз жаңа баланың бейімділікке байланысты таңдайсыз дедім ғой. Енді қараңызшы, балаңыз бейім болғандықтан ол тақырыпты айта алады, оның жаңа көзінде от жанып тұру керек дедім ғой. Әкесінің көзінде емес, анасының көзінде емес. Енді қараңыз, бұл жерде кішкене ораторлық шеберлік.
ол үшін кәдімгідей баланың айтатын сөзін жаздырып отырып, жаттатып отырып, өз ішінен шыққандай айтқызуыңыз керек. Бала түсініп тұру керек не айтылды. Ешқашан оқымау керек. Оқып тұрған ана жерден деп оқып тұрғанды тыңдамайды. Немесе баланың дикциясы, эмоциясы болмаған жағдайда бала аудиторияны өзіне қарата алмайды. Бала журиді да тыңдап отырғандарды қаратып алу керек. Бұл үлкен бір плюс, бұл енді бір хитрость сияқты дүние ғой. Енді рәсімдеуге келетін болсақ, презентацияларыңыз рәсімдегенде 50-50, ол яғни сөз бен суреттің 50-50 болуы. Сурет міндеттерде позитивті суреттер болу керек. Екінші, сөздің 50-50. Мысалы, мен кейде көріп таңғаламын, әріптестеріміз Word-ты қойып қояды алапта. Word-ты ешкім оқымайды ғой, сіздің жазып қойған Word-ыңызды қарап оқып отырады оны. Одан кейін шрифттардың дұрыстығы, жаңа түске байланысты максимум 3 түс деп айтып жатады. Бұл енді жалпы презентациялық тақырыптар, талаптар, осыны орындауымыз керек. Одан кейін оның оқылынатындығы шрифттің 24 пен 22 мен, тіпті болмағанда 20-дан төмен жазуға болмайды. 20-ның өзі ұсақ, мысалы. 24-термен жазылып тұрса, сіздің жаңа 50-50 сақталып тұрса, сіздің жобаңызды қарап оқып отыру керек қой. Ана жерде не көрінбесе, баланың жаңағы дикциясы бәрі дұрыс болмаса, оны тренерларды айтады ғой, черная дыра деген нәрсе береді. Яғни адамдар бір-бірімен сөйлесіп кетеді. Бір-бірімен сөйлесіп кету арқылы, ол ана сөйлеп тұрған адамның да духы басылып қалады, рухы. Осындай. Сондықтан осының бәрін мұқият қарап шығуымыз керек. Мен бүгінгі, бұл енді менің жұмысым негізі 1 сағаттарға арналған, осылай жүргізу. Мен 15 минут болғандықтан осыған сыйғызып сөйлеп шықтым. Менің айтайын дегенім осы. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса?